Мынау көктемнің мерекесі, көктем басталғаннан кейін уже мереке басталады. Қандай мерекемен басталады білесіздер ме? Халықаралық дәрежеде 8 наурыз. Бұл 8 наурызды мереке ретінде кім кіргізгенін білесіздер ме? Қалай кірді ол? Біреулер айтады Клара Сеткин, не? Біреулер айтады Тереза ханым шағыр. Жоқ, ондай емес. Бұл баяғыдан өз сондай болған екен. 8 наурыз мереке ретінде. Тарих білесіздер. Тарихта үңгірден шығып, тайпа-тайпа болып өмір сүріп атқанда қандай заман болды? Матриархат деген заман болды. Білесіздер ме, ол матриархат деген екен? Әйелдер билеген. Әйелдер кәдімгі түзді атқа мініп, елді билейді екен. Біз сияқты еркектер үйде тамақ істеп, от жағып, оймай деп балалардың тілеуін отырады екенбіз біз. Содан анау шашымыз тамаққа түсіп кетпесін, отқа жанып кетпесін деп, біздің шашымызды қырыққан әйелдер екен. Әйелдер екен. Олар өйткен тамақ істемейді ғой. Содан ана от деген болады. О кезде таспен, болмаса ағашты үйкеп жүріп жағасың, спичка жоқ, зажигалка жоқ. Содан отты өшірмеу керек. Sonra балдарына бір-біріне жақтырып отырады екен ғой. Өшірмеңдер деп. Содан қалған екен қазақта. Әкең жаққан отты өшірме балам деген сөз. Бар ма сондай сөз? Сол кезден қалып кеткен. Содан кейін ана от жаға берген екен, бетің бәрі күйе болады. О кезде пеш жоқ. Содан анау бой жетіп қалған қыздар үйлену керек. Сол біз сияқты еркектерді, ер балдарды тізіп қойып таңдайды екен олар. Олар ғой бізді басқаратын. Бүйтіп таңдап, қарап. Сонда қазір қыз таңдау дейді. Ал о кезде күйеу таңдау деген болады екен. Ал күйеу таңдаудың түбірі күйеу. Күйеудің түбірі күйе екен ғой. Кімнің бетінде қалың күйе, соған үйленеді екен олар. Тұрады екенбіз бәріміз қап-қара қауыр. Тізіліп, бүйтіп қарап жүреді екен дағы, бүйтіп күйеге бүйтіп қолын тигізіп көреді екен. Осыны алам дейді екен. Күйеуге тию деген, күйеге тию деген сөзден шығады. Сөйтеді да біз үйде боламыз. Тайпа-тайпа ел болғаннан кейін бір-бірімен соқсат. Қырылсатын кім? Әйелдер. Разборг шешетін кім? Әйелдер. Ал біз үйде. Әйелім аман есен келсе екен, балаларым анасы ғой деп үйде тілеуін тілеп тұрады екенбіз. Сосын әйелдер ойланады ғой, мына ақмақтар үйде тұрады екен, тамақ жеп, біз жүреді екенбіз қырылып. Бұл не? Давайте ақылдасайық дейді. Дүние жүзінің әйелдері. Енді жаздың күні ақылдасайын десе, ана Африкадағы кісілер келе алмайды, күн ыстық. Қыста ақылдасайын десе, Сібірдегі әйелдер келе алмайды. Аяз. Сонымен айтқан ғой. Көктем басталғанда бірінші айдың бірінші жексенбісі. 8-7 март. Воскресенье. Сол кезде бәрі жиналыпты. Сөйтіп жиналып келгенде ха-ха-ха дегенде, бұларды алдайық деген ғой. Сөйтіп айтқан, сендер ақылдысыңдар деген, біз деп қойғанбыз. Әзірге дейін сөйтеміз ғой, сендер білесіңдер деген, дегенбіз. Сондықтан сендер шығыңдар, бізді сендер басқарыңдар, біздің шашымыз ұзын, ақылымыз қысқа деп. Үйде қалып, келіскен, ертесіне 8 март болған. Сол кезде әйелдер қуанып, бізді жібергенде өздері үйде қалып кеткен. Біз ақымақтар, содан кейін жүрміз, миымыз ашып, бәрін шешіп. Сол үшін 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болған екен дейді. Енді, егер сол кісілер патриархат қылмай, матриархат болып кеткенде не болар еді қазір? Не болар еді ол? Осындай заман өзгере берер еді. Енді соны көрейік. Мынарада біздің жігіттер соны көрініс қылып шығарып еді. Патриархат емес, әлі матриархат заманы деп есептеңіздер дағы, көріңіздер не болатынын. Үйдері ұзақ болған ғой.
Мен нағып жүрмін, сақалым сапсиып. Табиғат. Ау, Заттарды алып шық. бол. Нағып, өз ыбылжыңап жүресің, ей? Қонақ келетін кезде. Тез қимылда. Тез қимыл. Осындайың бар. Бір сен ше, енді ше? Сен, бой жеткен деп ғой, ер жеткен, ұлжың білесің ба? Уже жұрттың көзің бәрі саған түсіп жатыр қазір. Сондықтан еңсеңді тік ұста. Еңсеңді тік ұстап, әдемі болып жүр. Шілеп өйтіп қайқып жүрме. Шамал бүйтіп түсіріп әдемілеп ұстады. Бүкірмесейші. Әдемі бол, мақыл ма? Түсінің бе? Жұрттың бәрін қазір көз алып. Әдемілеп мынаны бәрін қой. Қоя бер. Қарап тұратын еш шеш жоқ. Ана салаттап турадың ба? Турадым, женский каприз турадым. Мясный салаттың жұмыртқаларын бәрін турадың ба? Бәрін Майдалап турадың, әдемі. Не араластырып қойма, майонез ашып кетеді. Не істегенде тоқташы, жаным, артымнан ерген қарам ғой. Артымнан ерген қарам. Осы әйтеуір сені әйтеуір ұзатсақ деп армандаймыз. Көшеден қашып кетпе, мақыл ма? Біреудің қыздары алып қашып кетпесін сен. Тимен деп қой, алмайм. Үйден ұзатамыз, кәдімгі ағматан төсеп ұзатамыз, түсіндің ба? Артымнан ерген менің киімдерім бәрін киіп алады дейсіз, жан. Мына мен вехтқа келген киімдерім оны ақ киіп аласың екен. Үйген ақ киіп аласың, мына бәрі мен вехтқа келген киімдерім ғой. Мен майкымды киіп аласың ба? Сен қызықсың сен, общем ше. Гигиена деген білесің ба сен? Өйсіп үйрене бер. Мен не істеймін, соны үйрене бер. Сіздің тағдырыңыз бермес, сіздің жолыңыз берсін маған. Мен тағдырымды бермесін. Сіз қайтып келдіңіз ғой, мен сіздің жолыңыз бер. Сен де қайтып келме. Мені қайтып келгеннің өзі осы әулетке жетеді. Қара таңба болып уже беттеріне басылып отырмыз. Сол әулеттің биші боламын ғой мен. Сол кәдімгі атаңның көңілінен шықшы. Қайнатаң көңілінен шығып не айтса, соны істей бер. Отынан кіріп күлінен шық. Тастай бат, суда сың десең. Тастай бат. Сол елді бақытты болам деп бар ма? Бақытты қылам деп бар. Қылам. Бәрін қылам ғой. Болды. Онда заттарды нағыла бер. Түзімен дайындап бәрін. Әдемілеп. Болды. Үтіктеп бәрін. Дайындап жүр. Жана мына сүрдетін қайда? Кім? Табиғат. Мына бетін сүрдетін қайда? Не? Мына мен сүрте сашы, әгер қазір келіп сүртмем. Әдемілеп сүрт. Толқыл жүрім бар ғой. Несін толқисың? Бақты ол Құдай қаласа. Қашып кетті. Жана. Мен тағдырымды бермесін саған, жаным. Мен тағдырымды бермесін. Сізде тез әлді көресіз. Сізде бүйтіп тұрып қалмайсыз, сізде тез әлді. Тезігі бойынша қия. Жаным. Бақты болып кетші. Так, бана дельфин құлақ қаптық жан. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қалайсыз? Келіңіз. Қалайсыз? Келіңіз. Айгүл әпкеміздің шаңырағы ма екен? Айгүл әпкем шаңырақ. Бірақ үйде қожайын жоқ. Жоқ па? Жоқ, жездем ғана бар. Жездем ғана бар. Мен анау құда түсіп келіп отыр едік біз. Осы үйдің ұлына ма? Осы үйде ұл бар екен. Бізде қыз бар екен. Жездем шақырайын? Жезде? Табыстырған. Жезде? Тұздам екен. Ой, нағып жайбырақат жүрсіз, жезде. Не болды? Нағып жайбырақат жүрсіз? Не? Ұлыңыз бой жетіп отыр, ер жетіп отыр. Асыл болсаң жай жүрсіз. Құда түсіп келіп отыр. Құда түсіп келіп отыр. Нағысы ба? Айтпайсың ба? Мен білмей қалдым ғой. Амансыз. Саламатсыз. Жоғары жүріңіз. Кеңсіп отырыңыз, жайғасыңыз. Сердіріп айтпайсың. Енді білмей қалдым ғой, мен де келетін білмей қалдым ғой. Білгенде. Жағдайларыңыз жақсы, іштеріңіз аман. Жездесі мына жаққа түсіңізші. Ойбай. Мына жаққа түсіңізші. Сасқан жүрек артынан жүзеді дегендей. Ой, мына дельфинде. Жақсы, іштеріңіз аман. Сіздерді әбір сүтіп қойған жоқ. Жоқ, несін әбіржейміз, еркек бар, еркек келеді дейді. Бала шағаларыңыз аман. Кухнядан шықтыңыз ба сразу? Олай шешсеңші, ойла, ұятай. Ойла, ұят. Ойла, не істейміз? Тоқта. Жаным. Жездем. Не шешмассың? Не шешмассың? Жынды ұятсыз. Мынау, ұятсыз. Дастарханның басында шешкенсіз. Дастарханның басында. Ыңғайсыз болып қалды ғой. Жездем ғой. Сасып қалды. Тез. Қуанып атыр. Кім бірдеңе дедім? Жоқ, жездем ғой. Жуандап келеді. Қалай, жақсытыр ма? Ал. Әумин, дастарханға. Иә. Құдай жарылғасын, байғалсын, бағдарсын, қыдырдасын, дастарханға. Қонақ бермей ма? Деп бата бере беріңіз. Сіз берсіз. Басқа ештеңе айтпадым. Енді дастарханда фруктіден басқа жар жоқ, не айтады басқа? Иә, келіңіз. Қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Өздеріңіз жақсы ма? Карантиннен бәле болды ғой мынау. Шүкір әйтеуір. 24-ге шейін созылады дей ма? Ойбай, Құдай сақтасын. Құдай сақтасын. Ол да кеп Үйден шығамай қалдық қазір. Айта беріңіз. Осы үйде ұл бар екенін естіп әйтеуір. Құда түсіп, ұл өссе жердің көркі, гүл өссе елдің көркі деймін ба? Ол да 30 үйден тыю деп айтады ғой. Сол әйтеуір.
Әкесіне қарап ұлын ал деген Дұрыс бар. дұрыс, міне әкесі тұр міне, әкесіне ұқсаған. Келіп отырмыз. Естіп жан жақтан осы үйде ұл бар екен естіп. Келіңіз. Соны енді Алладан жасырмаған адамнан жасырмаймыз сөздің ашығы бар, ол ұлымыз бар. Бірақ енді соны қайдан естіңіз, бұл үйде құл бір өсіп келе жатқан ұл бар екен. Соны біліп отырсақ. Ұлымыздың бар екенін қаяқтан біліп қояйын. Мынау бізде қалада орталықта Бритва деген салон бар емес пе? Сол жерде Қайрат деген косметолог бар. Қайрат. Сол Қайрекеңнен. Номер один ғой Қайрат. Сол кісі айтып еді. Осы үйде ұл барды. Тырнағым бәрін сол Қайрат істеген. Сондай ма? Әдемі істепті, иә? Жақсы істеді. Бұл өзінің тырнағым ғой, ол Қайраттың істеген сынып қалған. Өзінің тырнағы. Жездем де соған барады. Сіз де соған барасыз ба? Мен сол андасында барып бетін тартқызып тұрамын. Тартылған бетке ұқсамайды ғой. Басқа жеріңіз тарттырмапсыз да? Мен де соған барамын. Мен тойға барғанда тарттырамын. Тойға барғанда тарттырамын. Сіз де бетіңізді тартқызып тұрасыз ба? Иә, тойға барғанда ғана тарттырамын. Сіз бетіңізді қатты тартқызып қойыпсыз, иә? Жалпы өзі де Арал теңізі сияқты тартылып барады. Тарттыратын жерде қалмады, тарттыратын жерде қалмады. Тарттырғанда бұл алдында мұртын істеуге барғанбыз. Алдында овальный еді ғой мұрты. Кейін домик қылып істедік қой осындай. Осы жарасады жездеме, домик. Жақсы. Сол енді ұлдарыңызды сұрайын дегенім, жалпы не істейді, не жұмыс істейді? Біздің ұлт. Айтсаңшы. Енді текті бітірді. Текті бітірді, жұмыс болмай қалды да отырып қалды әйтеуір қазір. Отырып қалдысың несі қызы? Біздің балаға мақтағандай боламыз ба? Мақтағандай боламыз ба? Кішкене бүйтіп айту керек қой, товарды көрсету керек қой. Енді біздің бала өте сондай тәрбиелі, иманды. Өте әкешім, анашым әңгімесінің бәрі, мама папа демейді. Өте тәрбиелі. Басқа бітіргендер де бар енді, басқа оқуды 4-5 оқу оқытса да қандай? Нені кірпік жабыстыруды оқыды. Лашырам. Тырнақ жабыстыруды оқыды, бояуды оқыды, әйтеуір сондай. Поварлықты да оқып алды, қабатынан пысық қой. Қорбақ қалмасын. Бұның пельмен түйген көрсің, мынандай қып ше кәдімгі түймеді қып түйеді. Бұның пельмен жемепсіз, бұл дүнияға келмепсіздер ғой. Өте есімі кім? Есімі Табиғат. Табиғат. Біздің қыздың аты да Сарқырама. Как раз Табиғат Сарқырама. Ұқсайды екен, иә? Сарқырама мен Табиғат. Ал енді біздің қызға келетін болсақ, біздің қызда өзі әпкелеріне қосылып әйтеуір шыққан сынғандарды салып отырады. Жақсы. Травматолог больницада жоқ, травматолог емес. Костоправ. Машиналар. Жақсы, молодец. Нағыз қыздың мамандығы екен. Өте дұрыс. Қазір костоправқа жұмыс көп. Ойланбай бере беріңіз ұлыңызды. Асырайды. Адамда мәшіне көп қазір. Дұрыс айтасыз. Иә, қазір құдайға шүкір клиенттер жетеді. Одан бөлек андасында жаңағы көкпар тартып тұрады. Бәйгеге барып шауып тұрады. Қыз екен да, қыз. Одан кейін құдық қазады. Сосын кейін мұржалар тазалайды, әйтеуір жақсы. Қарап жатпай деген. 9-шы класты бітірді де әкеммен жұмыс істеймін деді ғой. Дұрыс. Мен көтерілуім керек, аяққа тұрмын керек. Бір иығын көкпарға беріп тұр. Біздің алдағы Назиба апамдар сияқты ғой. 75-ке келсе де әлі көкпар жабады ғой Назиба апалар. Тақымы мықты ғой, тақымы мықты. Қаяқтан білесіз көкпарға бармайсыз ғой? Көкпарға барғанда біз не палау пісіріп отырамыз ғой. Сол кезде көреміз. Ешкім тақымын ажыратамады ғой. Назиба көкпарын аламады ешкім. Күшті екен да. Иә, жақсы. Енді костоправ деген негізі әйелдің жұмысы. Таза, иә. Сізде әйелдіңіз костоправ па? Жоқ, қолынан кеуші ме ол? Менікі дальнобойчик. Дальнобойчик. Фурай дейді, әпкем фурай дейді. 3 фурасы бар, 2 қобасы бар. Түркістанға кіргізіп қойды ғой қобасын. Россия дей ма, ар жағы шетелге, Германия дей ма, кетеді әйтеуір. Иә, оля. Телефон шалсаң алмайды, алатын жерде де алмайды, алмайтын жерде де алмайды, алса ұрсады. Не? Мені бір қорқып кетті деп ойлайсың ба? Не? Әдейі айтып қоям, ей, менен басқа біреу тауып алған жоқсың ба деп қоям. Әзілдеп қояды. Жаман, бірақ қатал әпкем. Жаман ұрады келген кезде ше жездемді. Томпылдатып тұрып ұрады, ой. Томпылдатқан жақсы емес пе қайта? Қаяқтан көгала қойдай қылып ұрады ғой томпылдатып кәдімгідей. Ұрады дейсің. Қызғаншақ, енді қызғанатындай реңі бар ғой енді жездемде. Енді қызғанатындай реңі бар ғой. Иә, реңі бар. Жас кез. Жоқ, рас, реңдісі негізі. Жас кезінде бұдан да реңді тұғын. Бірінші күйеу болып түскен кезде, шымылдық тұтқан кезде, бәріміз ғашық болғанбыз. Қарап. Енді анан айттық, мынан айттық, енді рұқсат болса, жаңағы баланы көрсек. Күйеу баланы көрсек, қалай болады? Көрсете бересің ба? Көрсек. Бәлеге қылмайсың. Жақсы киініп келсін, шай келсін. Әпкем келсін та? Енді қожайын жоқ. Келем дегенше қай заман ол? Мен қатысым жоқ. Осы бастан айтайын, мен қатысым жоқ. Өзің жауап бересің. Ол ұрады ол келгеннен кейін бар ғой. Қайным ғой. Қайным мынау. Өзі анау әйелі қатыны қуып жүрген. Ұрай бір қуып жүрген бұнаны. Өзі ішкі ішетті. Әйелі ішкі ішетті, жаман ішкі ішетті. Ол бай құқса ішейін деп ішпеді. Бұның екеуінің ортасында бала болмады ғой.
бала болмады. Сол бала кімнен болмады, қайсысынан болмады, әбден тексеріліп келді дағы. Сөйтіп мына бәледен екен. Бұл белгісіз болып қалған екен ғой. Басында простатит деп жүр. Еңсең көтеріп тұқымсыз да. табиғат. Сен табиғатыңмен алып қоясың. Табиғат әдемі. Еңсең көтер. Еңсең көтер. Ерніңді кішкене шығар. Ерніңді шығар, табиғат. Осы. Ернің шығар. Осы бала ма? Таби. Көргенімізде. Тфай. Әдемі. Жаным сол. Ботекстің керегі жоқ біздің табиғатқа. Әкешігім қалайсыз? Менің асқақтау әкешігім. Әкешігім несі? Әкешігім. Жақсы. Ана бауырсақтың қамырын қатты қылып илеп қойыпсыз. Мен ба? Ой, менің қолым қатты да. Жассыңдар ғой, жаным. ол одан емес. Қолдың қаттылығынан емес. Кішкене сүт қосып жіберсей. Бірақ жұмыртқа қоспамақ ма? Шибарзаққа қос жұмыртқаны. Ақыл айтпа, бұған өзі біледі ғой. Сәлемсіз. Ақыл айтпа. Жаным, ұялып жатыр. Өте тәрбиелі. Ұялса барлық жерін ашып жібереді екен. Жаным. Ойбай, не құйып жатсың, Душ бола береді екен. Аузы күйіп қалмасын деп жатырмын. Дұрыс. Қайненемнің, қайнатамның. Бізге де құйса шай, біз неғып отыр, шай жеді адам құсап. Тезіңде. Жаным, толтырмай құй, ешек сор отқан жоқсын, толтырмай құй, табиғат. Бұл өзі біледі. Айналайын, балам. Табиғатжан. Үйде сарқырама күтіп отыр, бір суретке түсіп жібере салайын? Әдем бұл. Көзің бадырайды. Толқып тұрмын ше. Табиғат, көзің бадырайды, көзіңді бадырайды. Ернің шығар. Көзің бадырайтсай. Әлде де бадырайды көзің. Әдем бұл. Енем де өзім ұқсайды, енем де атам да өзім ұқсайды. Ернің қанша. Әдем бұл. WhatsApp-пен жібере салайын. Аман болыңыз. Осы мақтағанымыз емес. Өте жезден бар ғой, бұны табиғатты тәрбиемен орап тастаған. Жақсы. Еше ораза ғой бұл. Оралғам. Еше ораза. Намаз оқиды. Жақсы, айналайын. Мақтағанымыз емес. Әкешігім. Әкешігім емес. Әкешігімді дұрыстап айтсайшы. Әкешігім. Мен ағешігім деп естіп жатырмын. Қалай болсыздар? Жақсы. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп жатырмыз осы. Ештеңе әлі көрмеген екен. Ештеңе үйге келгеннен кейін өзім көрмегенді көрсетемін. Еңсеңді көтер. Көрсетемін әлі, көсетемін. Еңсеңді көтер. Көрсетемін сіздер. Айналайын. Жақсы. Бұл баланы өте жақсы тәрбиелеп. Қазір бұзылғандар көп қой, білесіз бе? Сол ғой. Бұзылғандар қаптап кеткен қазір. Жаным. Жатпайды бұл. Бұны жатқызамайсың. Өзің тәрбие. Бер қарайсың. Берші бір. Өлі. Жаным. Әне, аямайды. Тап-таза ғой, тап-таза. Любой жерді сыпырып кете береді екен, Әр жерді сыпырады. Сізді сыпырамын. Айналайын. Ой, айналайын. Бұл анау әрі массаж екен, Мамам болыңыздар. Үтіктеп кетсің. Осы үтіктегенде бар ғой бұл ше, шалбардың қырын шығарғанда нан кезеді. Жаным, мына кір жуғанды өзіреді. Бұған үшін ненің керек жоқ. Үйреніп алды. Өте тәрбиелі. Ой, айналайын. Кеткенше үйреніп ал деймін мен. Үйреніп ал. Алаңсыз айтып отырады, тәрбиесін беріп отырады. Тамақ істеуді, осы үйді сүртуді, пол жууды, киім тігуді бәрін үйреніп ал. Өлтірем. Аманат қой, аманат. Аташым қалайсыз? Сәл әрі отырыңыз. Әкешігім қалайсыз? Әкешігім. Аташым қалайсыз? Жақсы, айналайын. Шадай. Күйеу атасының топырағынан жаралып деген. Айналайын. Өте тәрбиелі. Айналайын. Трактыңмен нәс киім тізбеді бір Бұны деген. алған адам өкінбейді. Бұл баланы алған. Айналайын. Жаным сол. Бағың жансын, жаным. Ой, бұл. Қадіріңді білетін әйелге тұрмысқа шыққанда. Шешіп алып жуады. Жаным. Әкешігім. Аташым. Үлгі көрсетіп. Тыржалаңа шығат бесін болған айтып. Сен мен кептіріп әп кел бәрін. Сусыз жуа берді сосын кіріп тұрып ғой. Су қоспай-ақ жуа берді, жаным. Порошокта қоспайды екен, Үгітеді. Ештеңе қоспайды. Барған жерінде Аташым. әйтеуір біреулер бар ғой. Шуашыңыз бар екен, сәл-сәл. Стиральный керек емес екен ғой. Керек емес ештеңе. Кетті ма? Кептіріп әкетіп беремін. Молодец. Барған жерінде қорқама деп өзім үйреткен. Осыдан 6 жыл бұрын ағасы сау деймін, ешіп кетіп кетті. Айналайын. Үйде шыбын көп та. Аташығым.
Соған осын. Бұл өзім кесілем, қой бер. Өзім киіндірем. Мені үйде 6 адам киіндіріп шығарады, қой бер. Аташығым. Бір өзің шамаң жете қоймайды. Аташығым. Әкешім. Бүйтіп сіресін баса сал. Басқалардың ұлдарын көрсеңіз бар ғой, бүйтіп аяқ киімді жуып Аяқтан, киіндірмек аяқтан. түгілі Ондай- шайыңды қойып бермеді ғой Ондай таңертең ұлғайда Шуашқа шыдау деген оңай емес Ойбай, Әкешігім. Ой, мына құдайда киінемей аяқ киімді әкеліп бере кетті ғой, айналайын. жездем айтып отырады, осы қайнатаңның көңілін тап, қайнатаң көңілін тапса бәрі табылады деп. Иіскей берем ғой мен, Айналайын. намыстанбай. Айналайын. Мен иіскей берем, намыстанбай. біреулерден естіп жатамын. Аташығым. Не дейді? Намыс жоқ қой Мен бұда. аташығым. Аташығым. Айналайын. Әкешігім. Айналайын. Мінәсе шығым дейді, не дейді? Аташығым. Телефоныңды берші, телефоныңды берші. Мен звондайын. Мен анасына звондайын. Звондамай тұрасың. Қимай. Звондамашы, әкешігім. Асқатау әкешігім, звондамашы. Өзі сөйлеген кезде сен Мамашығым азын екі-үш әріпті қосып жібереді Онда екен. мамашығымның Ерке батасын ғой, алайын. ерке, жаным. Жалпы негізі Әкешігім. өзі жалпы қазір бұзылғандар көп деймін да. Өте көп, өте көп. Мысалға қазір естіп жатырмыз ғой. Аташығым. Қарашы, жан жақтан. Анау дискотека, Табиғат жайлы. дискотека дегенде Бармайды ау деймін, бармай. Көрініп тұр. Бармаймын. Бармаймын. Сүйреп апармайсың ғой. Қанша адам шығарамады ғой мен. Ана дискотекада бар ғой. Ночной клубта бар ғой. Қыздар бар ғой. Іші бала деген, шегі бала деген ғой. Ужас. Сөйтіп оған балдар ереді екен. Ужас. Анау Қызылордадан естіп ме, телевизордан айтты ғой. Өлең не қылды сол? Үш іші баған қыз бір еркекті зорлап кетіп жабылыпты. 3 қыз бір еркекті зорлап кетті. Иә. Табиғат. Сондайға бір папа да дете алмадық қой біз әйтеуір. Табиғат. Сақтасын, қайдағын айтпашы. Аташығым. Неғып бүйтіп қалды? Папа да детпейсіз, аташығым. Айналайын. Өлә, кәс келіп. Кәс келіп, өлә. Өтіп көрші, өтіп. Өте тәрбиелі. Үйдің бәрінде енді Бәрін жайғастырып отырады. Қай жерде жұмыс істейсіз? Ау? Қай жерде жұмыс істейсіз? А, мен перде тігемін. Иә, перде тігеді. Больницада істейсіз бе? Құршы бар, қандай больница? Больницада жалюзи болады ғой, қуа деген оласың. Мен элитный, мына перден бәрі мен тікем. Ха, мынандай пердені айтып жатсыз ба? Енді қандай тек қуады мына таза. Басқа нәрсе ойлаймын. Ятайын. Таза екен. Ужас. Басқа нәрсе ойлап Не ғой? Мынау ұлды ендеп қояйық, ен сап қойсақ қалай болады? Ойла, келе бергені ен салайын Ен деп. салайын. Ойла, ен салат деп қоямыз. Бұның құлағында теспеді құбыл әлі. Құлағын теспедіңіз. Теспегенбіз. Ішшен тесілмеген. Іште етпейді, өзіміз тесіп аламыз. Бүп-бүтін. Коронавирусты да салмаған ғой маған, ішшен тесілмеген. Мұрды бұзылмаған. Аташым. Қожайынға звондап бір рұқсат сұрайық. Иә. Қанша жалпы ше біздің ауылда ше? Ақшасын білемін, ақшасын білемін. Біздің ауылда еркек бұқалардың өзі 1,5 миллионға кетіп жатыр. Бұқыға сатып жатсыздар ма? Жоқ, негізі еркек бұқалардың өзі. Өткенде Асанның үйіне перде тігуге бардым ғой. Темекі шегетін, наспай ататын баласының өзі 1,5 миллионға кетті ғой. Қойшы. Мынауың кемі 2 миллион тұрады ма? 2 миллионың не? Кішкене себірсең 1,2 Сатып алыңызшы мен. 4 миллион десе. Қожайынға Анасына звондайын. Мамашығым азындасын. Әкешігім Әкешігім азындасын. ішіп өтсе екен құдай қаласа. Ішіп өтсе мәрт болып кетеді, құдай ішіп өтсе екен. Ішпесін. Ішпесе ұрады ол бізді ойла. Аяке қалайсың, жақсы келе жатсың ба әйтеуір? Айқайламай сөйле. Боқтамасай адам. Кісілер отыр мына жақта. Естіліп жатыр мына жаққа. Жағылмаса дейді. Терезесін жауып жүрсін, перде жалбарып келе жатқанда деп едім. Әй, мына ұлыңа құда түсіп келіп жатыр. Не істейсің? Не дейсің оларға? Айқайлам. Ойла. Не қылды? Хабарласпай қойшы дедім соған. Не дейді? Жақындап қалдым, қазір бәрін құртам, жоям дейді. Ойла, ол ұрады ол сізді ше. Мен жоқпын, мен перде тігуге кетіп қалғанмын. Мен жоқпын араларыңызда. Мен жоқпын. Нелерің бар? Кете береміз ау онда. Мен енді келдім, саламатсыздар. Мен ұзатып кетіңіздер. Мына кісі кім? Мен ұзатып кетіңіздер. Әкешігім мен ұзатып кетіңіздер. Қой. Кейін. Әумин. Анаңыз келсін. Келмесе де тиемеңіз. Ұлым жас деп жатыр. Аумин. Ал аумин. Еркек күйінше, әйел күйінше қалсын. Аумин айтқан кезін айт. Ал кеттік, рахмет. Ассалаумағалейкум, берекелеріңіз құтты болсын. Өзгелерден бөлек, биязы жан серек, ғашық болу үшін бізге сезім керек. Шанс бар ма менде, жоқ па әлде мүлде, көру үшін сен ай барамыз деп күнде. Балдан тәтті керім
90 құмырсқадай белің теңім болшы менің мен болайын серің 90 болшы ауылға келін теңім болшы менің мен болайын серің 90 болшы ауылға келін сыңғырласа сырғаң сүмбіл қара шашың тартып өтсем жүзіп жүрегімнен үзіп моншағыңа сыңар болсын мендік жүзіп балдан тәттігерің шоқтай қызыл ерің 90 құмырсқадай белің теңім болшы менің мен болайын серің 90 болшы ауылға келін балдан тәттігерің шоқтай қызыл ерің 90 құмырсқадай белің теңім болшы менің мен болайын серің 90 болшы ауылға келін көңілірек балдан тәттігерің шоқтай қызыл ерің 90 талшыбық